Bayağı 30 жыл бұрынғы шамалы деймін осы. Алардың бәрі сол бір үйдің балдары осы. Абай мен Сағираның балдары, немерелері. Шөбересі қайсысы? Мұнай міне. Мынау екен. Бері қарашы, шөбересі мынау міне. Ей! Алматинский. Бері қарашы. Мынау осы шөбересі мынау. Мынау немерелері. Мыналар келіндері. Мынау үлкен ұлы, осы арада талай қоянды аулап жаттығы мынарада. Мынау пеш, мынау. Ama Бауыржан деген үлкен ұлы осы жерде. Мынау менен кейінгі кішкентай інім. Мынау осы үйдің үлкен қызы. Осы жерде. Жылау. Осы үйде шешем бейшара осы жерде жатады. Енді осы 30 жылдан кейін келіп тұрып міне. Мыналардың бәрі немере. Тек міне біреу ғана шөбере осы бітейін. Қарасай бере, түрінде көрсет. Қара, көрсет. Шөбересі осы. Шамбар, баяғы шам. Нәр жерден көп өтіп, орыстар өтеді. Қарақ қаламыз терезеден бүйтіп. Қарай өтіп кетеді. Қайтарсында ұстап аламыз. Қорлаймыз, сорлаймыз. Орыстарды. Мынау баяғы есік. Сол күйі. Ән жерде анау сүйек бар еді. Баяғы мамамның іліп қойған сүйегі. Лақтырып тастапты, оны жерде тұратын. Далада қаяғында? Кәз сол. Қызыққан адам болса түсіндіріп айтайын, ол сүйектің тарихы бар бұл. Әйгерім анау тұрып тұр ғана. Сүйектің тарихы бар бұл. Мына фонармен талай. Жерде үлкен баз болды. Қой қора. Осы қатарда міне. Міне баздың орны. Осы арада түнде қойлар, ешкілер туады әке. Мына фонарменен барып соны туыдыртып, лағын алып қыстың күні. Жерде сондай кішкентай туған қойларды асырайтын қора бар. Соның ішіне апарып салатын ек түн ішінде. Ой, бәтшағар. Жалғыз үй айдалада. Бізді көретін Құдайдың жаны жоқ осы жерде. Қиқуыт салып өскен жер. Төбенің бәрі өгезе. Наяқтан қой менен Бауыржан келатады. Мынаяқтан жылқы айдап Айсон келатады. Мынаяқтан түйе айдап мен келатам. Мынаяқтан мамам боталар жетектеп келатады. Мынаяқтан папым үйдегі аттарды суарып өйтіп алып келатады. Мына дария ғой мынаяқта. Солмен осы жерде. Мынау Мақпал өгезде жоқ. Келін деген бізде жоқ. Мынау кейіннен түскен бірінші келін ғой осы. Мынау сол шам сүйек қайдан арада. Ол жыл бұрынғы сүйек бар еді, мамамның іліп кеткен жілік. Қойдың жілігі ғой, жоқ екен. Жоқ қой. Былтыр келгенімде мына жерде сексеуіл сындырып біраз салғам видеоға. Сол кезде бар еді. Баяғы осы қай жылы бір 13-14 жыл болды наны істегеніме. Сет шықты. Белайым ба, наяқта жаңағыла деген жер. Сол кезде Тамтөбеге мінсең, Белайым ұстайтын еді. Сол кезде мынаны былайынан өзім қолмен байлап осы стенаға былай салып едім. Сол күйі тұр екен ғой әлі. 15 жылдай болып қалды болғанда. Мына есікті кейіннен салған, бұрын жаман есік еді ғой. Мына жерде үлкен былайынан
Бұлайынан, мына жерден бұлайынан қоршалған. Не бар еді ғой? Пашын мен, пашын жатыр ғой жерде. Пашын. Сонымен алдын қоршалған еді ғой. Бұстапты кейін. Мына жерде қазан қос болды. Мамамның қазан қосы болды. Мына жерде табыс жерде біздің аулап әкелген қоян, балық тұратын сарай еді. Мына жерде ішінде көлтісі бар еді. О, мына шашлык басталып кетті уже. Шашлык. Өзім марлеп айтеттім, мұраны өлтіріп дәу марлеп айтеттім әдейі. Жақсылап пісір енді осыны. Ау. Скоростан шығар да итеріп жібер, бірден жүріп кетеді. Қапшаң қол. Адамның басын жарамын десе кебілдер. Мына сексеуілдер мына жерде бұрын жоқ еді, мына сексеуілдер. Теп-тегіс тақыр еді мына жердің бәрі. Адам тұрмағаннан кейін сексеуіл өсіп кеткен ғой. Мынаның бәрі нарада деген вообще сексеуіл жоқ еді ғой нарада. Мынандай. Кейіннен сексеуіл өсіп кеткен, болмаса көздің ұшындағы төбе. Соған дейін сексеуіл жоқ еді ғой. Көздің ұшында төбе тұр әне. Сол 3 километр ма сондай анау. Сексеуіл жоқ еді оған дейін. Кейіннен өсіп кеткен ғой, адам тұрмағасын. Содан бері тұрған там мынау біздің өсіп өнген жер. Қызылордадан Қызылайдаханмен келіп тұрмын осы жерге. Мынау переходка. Байғожадан келіп тұр. Ар жағында Пассат, Байконурдан келіп тұр. Мына жігіт Дастан деген. Ана УАЗик, нарада Сарылбақ деген жерде тұратын өзім туған братчикім. Қара шаңырақта тұрады. Burada Қызылорда, Төрета, анау Пассат, анау ауыл, мынау Байғожа деген сақпас. Сондай жерден келген. Осы раны аңсап кішкентай кезімізден туып өскен жерімізді кәдімгідей сағынамыз. Сол үшін келіп осы жерге. Осы жерде 2003 жылы 2004-ке қарағанда мамамыз қайтыс болды. Сол кезде осы жерде отырамыз біз. Останда. Ғана бұрын оймасында? Иә, бая біздің тұрған үй ғой. Ол кезде пластик терезе деген жоқ еді. Ана тұрған жаман терезелері. Сосын андай ше. Кейіннен салынды ғой пластик терезе. Біз немелік алмағанда осылай бөлек тұрдық ба не? Иә, бая біз сен әкең, мен бәріміз осы жерде тұрғанбыз бұрын. Мына жердің бәрі қора еді. Ой, мына жердің бәрі қой қора, сиыр қора, түйе қора деген. Мына жол. Бұла қарай кетсең, Сарылаққа барасың, 38 километр. Бұла қарай барсаң, шлюз алда. Қуаң дарияның ортасын бөгіп тұрған шлюз. Шлюз бар осы жақта. 7 километр жерде. Осы жерден орыстар балық аулауға былай өтеді. Арғы бетте аттар жүреді, деп жатыр ғой. Әлде балыққа секіріп жатқан. Не жетемін? 15-20 метр жерде. Дария бар. Сексеуіл басып кеткен ғой, просто мынандай. Болмаса сексеуіл жоқ еді ғой мынандай. Қойшауыл ғой біздің. Бір жайжигалкіден берейін. Қызылорда таксиде клиенттен түсіп қалған жайжигалкілер. Біреуін алса, біреуін папаңа алып бер. Көкеңе алып бер, бауыржан көкеңе. Шашылып пісті ма? Флешке қалай лақтырасың? Wi-Fi жоқ. Telefonda var mı oyununda beri? Ой, мына шашлык деген. Былқылдайды тұр ғой шашлык.
Осындай кезімізден бастап осы жерде өстік қой біз, мынандай кезімізден бастап. Кішкентайымыздан бастап. Ал, бұрын мынандайлар жоқ еді, мыналар кейін келгендер ғой. Мына үш келінне ыдыстарын жуып. Чекай, чек деп айқайлайтын ек осы жерде. О тиктогым жауып тастады менің мәңгілікке. Тикток новыйдан ашу керек енді. Жоқ па не тиктогыңда? Тикток жоқ менде қанша, бір ай болды жауып тастады. Мәңгілікке жауып кетті. Мына пластиктерді кейін салынғандар ғой. Мынау біздің шешеміздің жаққан ошағы осы. Қыстың күні деген мынау деген қып-қызыл болып тұрады. Мына шайнектер сол өзінің шайнектері. Мына алды ойет мына жер. Нан көметіне тапамен. Міне жүрген ғой. Мынау міне қап-қара болып кетті. Жамбас сүйекпенен. Кәзілікіне. Мынау міне именно осы. Мамамның ілген сүйегі. Осы міне.